Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Бүгін біз сіздермен әйтеке би жайында әңгіме құраймыз. Әйтеке би қазақ халқының бірлігін нығайтуға үлкен үлес қосқан атақты бидің бірі. Мемлекет қайраткері, Алшын тайпасының төртқара руынан шыққан. Әмір Темірдің бас кеңесші, Ораз қажының 5-ші ұрпағы. Шешендік қасиетінің ашылуына әкесі мен Қосуақ бидің ықпалдары тиеді. 7 жасынан бастап Әйтеке Жалаңтөс батыр мен атасы Ақша ханның тәрбиесінде болады. Ол алғаш рет Ұлықбек медресесінде, кейін Жалаңтөс салдырған әйгілі алтынмен апталған Арыстанды медресесінде білім алады. Ақша бабасынан елшілік, Жалаңтөстен әскери қолбасшылық дағдыларын үйренеді. Медресені тәмамдаған Әйтеке туған ауылына оралып, әкесімен ел басқару істеріне араласа бастайды. 21 жасында Бұқара мен Самарқан төңірегінде қазақ, өзбек, қарақалпақтарының бас биі болады. Ал 25 жасында кіші жүз халқы оны бас би етіп сайлайды. Әйтеке ресми түрде хан кеңесшісі болады. Әйтеке би 25 жасынан бастап кіші жүздің бас биі ретінде алғашында Ордабасыда, содан кейін Күлтөбе мен Ұлытауда жыл сайын өткізілетін 300-дің басшылары мен беделді адамдары бас қосатын жиындарда тұрақты қатысып тұрады. 7 жарғыда Әйтеке ұсынған баптардың ішінде сүйек құны, өнер құны белгілі. Ел аузында Әйтеке айтқан билік, шешендік сөздер, толғаулар, баталар көп сақталған. Биді халық айыр тілді Әйтеке деп атаған. Әйтеке қайтыс болғаннан кейін Нұрата тауларында мекендеген Алшын төртқара ауылдарының бірлігі сыр бойында көшіп кеткен. Одан тараған 6-7 ұрпақтары мен аталастары Қызылорда, Ақтөбе облыстарында, бір қатарлары Өзбекстандағы Нұрата ауданында тұрады. Қазір Әйтеке би ауданы аталады. Қазақстанның ірі қалаларында Әйтеке би көшелері берілген. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта